Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен, Қамарсұлу Ерғалиева. Бүгінгі талдайтын тақырыбымыз стенокардия. Стенокардия дегеніміз жүректің коронарлық артерияларындағы қанының бұзылысынан, яғни жүрек бұлшықетіне оттегіге бай қанның аз келуінен болатын кеудедегі ұстамалы ауру сезімі. Стенокардияны ауру ретінде қарамаймыз, оны тек жүректің ишемиялық ауруларының белгілі бір симптомы ретінде қарастырамыз. Және де стенокардиямен көбінесе 40 жастан асқан адамдар ауырады. Әйел адамдарға қарағанда көбінесе ер адамдарда жиірек кездеседі. Стенокардияның этиологиясы атеросклероз, ангиоспазм, артериалдық гипертензия, темекі, тұқымқуалаушылық, семіздік, қан диабеті және де аз қозғалыс, яғни гиподинамия. Сонымен қатар мерезік аортит, полиартрит, эндокардит, ревматикалық васкулит тәрізді инфекциялық аллергиялық аурулар да стенокардияның пайда болуына келуі мүмкін. Стенокардия патогенезі жүректегі коронарлық артерияда атеросклероздық бляшка түзіліп, тамыр саңылауы тарылып, содан қан іркілісі пайда болады. Нәтижесінде жүрек бұлшықеті оттегіге бай қанмен толық қамтамасыз етіле алмай қалады. Клиникалық белгілеріне тоқталсақ, адамның төс сүйек артындағы, жүрек артындағы пышақ сұққан секілді ауру сезімдерінің пайда болуы. Сонымен қатар сол иық, қол, мойын, бастың сол жағы, төменгі жақ, жауырын аралықтарындағы ауырсынулар, және де ауырсыну кезіндегі адамдардағы қорқыныш, үрейдің пайда болуы. Сонымен қатар адамның ұстама кезінде қозғалмай қалуға тырысуларын айтуымызға болады. Мәселен, адам жүріп бара жатқан жерінен ұстама кезінде тапжылмай тұрып қалуын айтамыз. Сонымен қатар аурудың Захарин-Геди аймақтарына таралуы. Яғни Захарин-Геди аймақтары деп отырғанымыз, ауырсыну ол жүректен бастап таралады. Орталық жұлын нервтері арқылы жұлынның 7-ші мойын және де 1-ші, 5-ші кеуде сегменттеріне сәйкес таралуын айтамыз. Ауру сезімі нитроглицерин, валидол дәрілерін ішкен кезде басылады. Стенокардияның екі түрі бар, тұрақты және де тұрақсыз стенокардия. Тұрақты стенокардияның өзін біз 4-ке бөліп қарастырамыз, 4 топқа. Яғни бірінші топ бұл кезде ұстама тек қана физикалық жүктемелерден кейін ғана барып пайда болады. Ал енді екінші топта адам 500 метр қашықтыққа жүрген кезде пайда болады. Сонымен қатар суық ылғалды ауаны жұтқан кезде, немесе баспалдақпен жоғары көтерілген кезде пайда болады. Ал енді үшінші топ ол адам 100-200 метр қашықтық жүрген кезде, немесе үйдің бірінші қабатына көтерілген кезде пайда болады. Ал енді төртінші топ ол адам уже тыныштық жағдайында да уже ұстаманың пайда болуын айтамыз. Ал тұрақсыз стенокардия ол өте қауіпті болып келеді және кенеттен пайда болады. Сонымен қатар ол инфарктке әкелуі мүмкін. Егер осы видео сіздерге пайдалы болса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып және де комментарий басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.